Баламды бергім келмейді. Әсерлі оқиға. Екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көретін едік. Дауыстарымызды естімесек ұйықтай алмайтын едік. Аптасына бір рет киноға апарып тұрады. Ол маған қымбат болмаса да, күніге сыйлықтар сыйлайтын еді. Міне дегенше тұрмыс құруға ұсыныс білдірді. Қуанып тұрмысқа шықтым. Бір жылдай бақытты тұрдық. Бір баламыз да болды. Күйеуім өте бақытты еді. Күшті күндермен 2 жылда өтіп кетіпті. Күйеуімнің бір қызбен сөйлесіп жүргенін байқадым. Бірақ үндемедім. Дәлелім де жоқ. Солай көрінген шығар деп жүрдім. Күйеуім магазинге кетті. Соткасын қолынан тастамайтын еді. Сол күні ұмытып кетті ме, әлде мені қарай ма деп тастап кетті ме білмедім. Бірақ ашып қарадым. Бәрі дұрыс. Сол кезде SMS келді. Қарасам қыздан екен. Жаным, сенің әйелің бәле болды, ажыраспасаң осы жерден қояйық депті. Денеме су сепкендей болды. SMS-ті өшіріп тастадым. Күйеуіме айтпадым. Дым білмегенде. Ұрыс керіс көбейіп кетті үйде. Мен бәрін дұрыс жасамаймын әйтеуір. Бір күні ішіп келіп ұрды. Өз төркініме кетіп қалдым. Артымнан бір іздеп келген жоқ. Басқа келіншек аламын деп ашып айтты. Арыз бердім ажырасуға, солай ажырасып кеттік. Бір ай болмай екінші келіншек алды. Мен мұңайып күйзелісте жүрдім 2 жылдай. Олардың балалары болмаған. Менің ұлымды сұрап жүрді. Өзім қараймын деп бермей жібердім. Менде қайта тұрмысқа шықтым. Бақыттымын. Күйеуім бағалайды мені, 3 баламыз бар. Бұрынғы күйеуім баласын сұрап жүр әлі. Мен баламды бергім келмейді. Бақытты өмір кешудемін. Бұрынғы күйеуім туралы ұмытып кеттім. Қазіргі күйеуім өткенді ойлама, оның маңызы жоқ. Болашақпен өмір сүрейік деген сөзі әлі есімде. Бақыттымын, бірақ баламды бергім келмейді. Бермеймін де.